Жүзімнің пайда болуы. Ібіліс кемеге мінген соң әркімді азғырып бүлік шығарып жүреді. Бірде ол қорапта жатқан жүзім ұрығын ұрлап алады. Нұх іздесе жүзімнің дәні орында жоқ. Хайуандардан сұраса ешқайсысы көрмеген. Ол Ібіліс жүзімнің дәнегін алған сен бе деп сұрайды. Жоқ, оны қайтем, жүзімді торғай жеп отырған деп өтірікті соғып жібереді. Барлық хайуан торғайға жабылады. Бейшара торғай шыр-шыр етіп жаны қалмай ақталады. Оны ешкім тыңдамайды. Торғайдай жаны қалмай шырылады деген сөз содан қалыпты. Нақақтан нақақ шалалы болғанына ызаланған торғай булығып жылап жібереді. Нұх оған сенеді. У-шу басылады. Көз жасын көрген соң жануарларды райынан қайтады. Нұх Ібіліске: «Ей малғұн, дәнекті қайтар, әйтпесе жағдайын қиын болады» дейді. Ібіліс: «Берем, бірақ шартым бар» дейді. «Айт шартыңды. Ертең жүзім қайта егілгенде маған 3 рет суғаруға рұқсат ет. Жоқ десең жұтып қоямын» деп қорқытады. «Рұқсат». Ібіліс ұрықты қайтарады. Су басылып, жер құрғап, жүзім егілетін күн туады. Нұх Ібілістің алдын орап, жүзімді пейіштегі Ранжбебел және Салсабел өзендерінің суымен 2 рет суғарады. Кезек Ібіліске тигенде бірінші түлкінің кіші дәретіне, екіншіде иттің, үшіншіде шошқаның дәретіне өзінің дәретін қосып суғарады. Нұх бірінші Салсабел бұлағымен суғарғандықтан жүзімге дәмді шырын бітеді. Ранжбебел бұлағымен суғарғандықтан кепкен кезде мейізге айналады. Ібілістің қолы тигендіктен жүзім жемісі сәл ашса мас қылатын шарапқа айналады. Шарапты ішкен кісі түлкіге ұқсайып жәдігөйленеді. Көп ішсе итке ұқсап ырылдасып шайнасады. Есінен танып ішсе шошқа сияқты батпақта аунап жата береді.